Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге жаңғақ қосып дайындалатын жүрекше пішіндегі булочкиді жасайтын боламыз. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді құямыз. Үстінен бір ас қасық қантымызды және де бір ас қасық аштығымызды салып, бір араластырып, бетін жауып, көтерілгенше 5-10 минутқа қалдыратын боламыз. Бұл бізде апара болады. Мінекей, бізде 5-10 минут өткеннен кейін апарамыз осылай көтеріледі. Енді үстінен қалған қантымызды саламыз, сұйық майымызды құямыз және де ерітілген сары майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді үстінен електен өткізілген ұнымызды ақырындап салып, қамыр илеуге кірісеміз. Айта кететін жайт, егерде сіздерде сары май болмаса, немесе сұйық май болмаса, екеуінің орнына бір майды пайдалансаңыздар да болады. Қамырымызды жұмсақ етіп, қолға жабыспайтындай етіп елеп аламыз. Бетін жауып, көтерілгенше жарты сағат немесе 45 минутқа қалдырамыз. Неге қыздар, бізде қамыр өте жақсы болып көтеріліп шығады. Енді табағымыздан түсіріп, оқтауды пайдаланып, тік-төртбұрыш етіп жайып аламыз. Мейлінше тік-төртбұрыш етіп жайыңыздар. Бұл бізге жүрек пішінін жасау үшін қажет болады. Енді жайып алған қамырымыздың бетіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды щетканың көмегімен жұқалап жағып шығатын боламыз. Егерде сары май таппаған болсаңыздар, аз мөлшерде сұйық май жағып шықсаңыздар да болады. Үстінен салмамызды саламыз. Мен жаңғақты пайдаландым. Өздеріңіз қалаған салманы салсаңыздар болады. Жалпы бұл қамырды пайдаланып, булочканың кез келген түрін жасауға болады. Салмамызды салып болғаннан кейін қамырымызды кішкене тік-төртбұрыштарға бөліп шығатын боламыз. Мен кішкене үлкендеу етіп жасаймын. Егерде сіздер кішкене етіп жасайтын болсаңыздар, 12 бөлікке немесе 16 бөлікке бөлсеңіздер де болады. Менде жалпы 8 бөлік шықты. Осылай қамырымызды ұзынынан орап, шетін жақсылап жапсырып аламыз. Жақсылап жапсырып алып, екіге бүктейміз және де ұшын да жақсылап жапсырып аламыз. Енді қамырымызды осылай екі бүктеп, қайшының немесе пышақтың көмегімен осылай кесіп алатын боламыз. Мінекей, бізде жүрек формасы шықты. Тағы да жақсылап қарап алыңыздар. Ұзынынан жақсылап орап, шетін ашылмайтындай етіп жапсырып шығатын боламыз. Екі бүктеп, ұшын да жақсылап жапсырып аламыз. Неге енді қайшымызбен ортасынан кесіп аламыз. Қолымызбен кішкене реттеп, жүрек формасына келтіретін боламыз. Енді дайын болған булочкаларымыздың үстінен жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, біздің булочкаларымыз керемет болып шығады. Жұмсақ, нәзік, шаймен ішкенге таптырмас тәтті болары анық. Жаңғақпен әсіресе дәмі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Егерде жаңғақ таппаған болсаңыздар, қарапайым варенкамен дайындалатын булочканың түрін дәл осы рецептпен дайындап көріңіздер. Ас болсын.